Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез дайындалатын нағыз карамель қосылған банофи пайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің сүйікті ас үйдің ханшайымдарым, менің қазақ тілдегі каналымды қолдасаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар қуанышты боламын. Әдеттегідей құрамына қажетті заттардың барлығын видеоның астына жазып қалдырамын. Ал, онда бастайық. Ең алдымен карамельден бастаймыз. Газ болса орташа отқа қоясыздар, ал егер тоқ плитка болса 9 режимді, онда 7-ге қойып дайындайсыздар. Түбі қалың сотейникке бірден су, қант, глюкозды сиропты қосып, отқа қойып қайнатамыз. Егер глюкозды сироптарыңыз болмаса, орнына қантты көбірек қосып дайындай бересіздер. Жеке ыдысымызға кілегей және қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құйып, микроволновкада немесе отқа қойып ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Өте ыстық болуы керек, суып қалмасын. Ертеде ыстып қоймаймыз. Қантымыз қызара бастаған сәтте кілегейімізде ыстық болуы керек. Басында қантымыз сарғаяды. Сотейнигімізді сәл араластырып аламыз, түбі күйіп кетпеу үшін, және қызарғанын тосамыз. Қызарған бетте кілегейді құя бастаймыз. Кілегейді бірден құймаймыз, 2 немесе 3 бөліп қосамыз. Себебі күйіп қалуыңыз мүмкін. Араластырып отырамыз. Енді сәл отты азайтамыз. Араластырып отырыңыздар, үзбей. Бірден бөлме температурасындағы сары майды қосып ертеміз. Майымыз ергенше карамелімізді араластырып тұрамыз. Мінекей карамеліміз дайын болды. Енді оны жеке ыдысқа құйып, бөлме температурасында суығанша қойып қоямыз, немесе тездетіп суытқыларыңыз келсе, тоңазытқышқа саламыз. Жалпы карамельдің орнына ерінсеңіздер Дептің вареный сгущенкасын қолдансаңыздар болады. Бірақ карамельмен дәмі басқаша шығады. Ал енді ең негізгісі қамырына көшейік. Бізге осындай қарапайым печенье қажет. Оны блендермен немесе блендер жоқ болса, целлофан пакетке салып, үстінен оқтаумен үгітіп алсаңыздар болады. Ең бастысы жақсылап үгіту. Жалпы банофи пайды қамырын қолдан илеп жасап дайындауға да болады. Алдағы уақытта міндетті түрде рецептісімен бөлісетін боламын. Бірақ бұл банофи пай шайға тәтті жегің келген кезде дайындай қоюға болатын рецепт деп ойлаймын. Үгітіп алған печеньені жеке ыдысқа саламыз. Енді үстіне ерітілген сары маймен жылы сүтті құйып, печеньямызды араластырып аламыз. Сүтіміз суық болмауы қажет, міндетті түрде жылытамыз. Сүт пен майды бірден қосып тастамаңыздар, бірте-бірте қосасыздар. Май мен сүттің барлығы кетпеуі мүмкін. Яғни қолдарыңызбен қысқанда, ортасынан бөлгенде 2 немесе 3-ке бөлінуі қажет. Осы кезде май мен сүт қалып қалса, ары қарай қоспайсыздар. Енді формамызды дайындаймыз. Менде асты жеке алынатын форма, соның түбіне пергамент қағаз салып қоямыз. Енді форманың ішіне жаңағы печеньямызды, дайын болған печеньямызды саламыз. Оны шыны немесе басқа стаканмен тегістеп жанын жасаймыз. Жанын, яғни бортигін сәл қалыңдатып жасап бастырып шығамыз. Дайын болған қамырымызды жеке қойып қоямыз. Ал енді крем дайындайық. Мен кілегейлі кремді ұнатамын, себебі ол жеңіл және дәмді крем. Кілегейге қантты ұнтағымызды қосып, өзін-өзі ұстайтын масса болғанша миксерлейміз. Мінекей креміміз дайын болды. Енді қамырымыздың үстіне карамелімізді құямыз. Оның үстіне бананды турап салып тізіп шығамыз. Мен 2 қатар жасағым келіп тұр, сондықтан түбіне жұқалатып карамель жағып, 1 қатар банан салып, оның үстіне тағы карамель жағып, 2-ші қатар бананымызды тізіп шығамыз. Ал сіздер 1 қатар қып жасасаңыздар да болады, яғни карамельдің барлығын қосып, оның үстіне бананды қалыңдата турап, салып тізіп шықсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Жалпы банофи ағылшын десерті болып табылады. Оның құрамында банан, ирис, кілегей және үгіліп тұратын қамыр екен. Тарихқа үңілетін болсақ, бұл десертті 1972 жылы Голодный монарх ресторанның иесі мен бас аспазы Ян Даудинг және Найджел Маккензи ойлап тапқан делінеді. Олар америкалық кофе карамельді пирогына өзгеріс енгізіп, осы банофи пайды ойлап жасаған екен. Басында олар түрлі салмамен дайындап көрген екен, кейін бананды қосып дайындап, қонақтарға ұсынған екен. Бұл десерт қонақтарға ұнағаны соншалықты көп ұзамай менюға қосылып және супермаркеттерде сатылымға шыққан екен. Бұл десертті ағылшындар ғана емес, менің де отбасым сүйіп жейді.
Ал енді креміне келейік. Кремді қалташаға салып, әртүрлі насатканы пайдаланып жақсаңыздар болады. Мен Вупи пайдың насаткасын пайдаланып, әдемілеп жағып шықтым. Мен бетіне қалған карамельден осылай әсемдеп құйып шықтым. Осымен банофи пайымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа бір түнге қалдырсаңыздар, кремі сіңіп өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, туғандарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.